Қалада екі ірі жылу магистралі, нақтырақ айтсақ, екінші және жетінші жылу магистральдерін қайта жаңарту жұмыстары белсенді жалғасуда. Бұл жұмыстар қаланың шағын аудандарында жылумен жабдықтау сапасын жақсарту және алдағы жылыту маусымының ешбір мәселесіз өтуі үшін қажет. Екібастұз қаласының әкімі Аян Бейсекин аталған жұмыстардың аяғы алысын бір бақылап шықты. Оның айтуынша, қазір қайта жаңартылып жатқан учаскелерге кезең-кезеңмен ыстық су беріле бастаған. Какая ситуация на данный момент? По всему участку у нас подвижек, их 55 штук, залито 22 штуки. По камерам из 25 камер залито сейчас 6 камер полноценно. И по нашему участку, который вот мы планировали, все подвижки здесь залиты. То есть до 15 числа мы все реально в рамках утвержденных планов, да, завершаем, да, этот участок? Трубопровод у нас до полиции полностью уложенный. Сколько из общей протяженности Одинковой, сколько возит трубу? Порядка 600 метров. Сколько камер не залито у вас еще? 5 камер. Плиты днище уже залиты, сейчас работают над этим. Цельность трубы мы когда планируем обеспечить полностью? Ай соңына дейін 100-ге жуық көп пәтерлі тұрғын үйді ыстық сумен қамту жоспарланған. Қалған бөлігі шілде айының соңында және тамыз айының басында құрылыс монтаждау жұмыстарының аяқталуына байланысты іске қосылады. Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылы жалпы ұзындығы 5 шақырымнан асатын 4 жылу магистралі қайта жөндеуден өтіп, 70 шақырымнан астам орамішілік желі ауыстырылды. 2024 жылы 1 және 3 жылу магистральдарындағы 11-ден астам орамішілік желі ауыстырылды. Жылумен жабдықтау жүйесін жақсартуға бағытталған бұл жоспарлы жұмыс жалғасады.